Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Нұрахмет KZ. Бүгін біз достар Алдар Көсеннің ащы шындығын айтып кететін боламыз. Алдыңғы Питер Пен туралы видеом сіздерге қатты ұнап, сұраған 5 лайкым жиналған екен. Тез менің арнамды 10 мың тіркелушіге жеткізіп тастайық. Мен сіздердің өте жақсы адал жандар екендеріңізді білемін. Сондықтан да менің арнама тіркеліп, лайк басып, коммент жазып, және де осы видеомды басқа жақындарыңызға жіберулеріңізді сұраймын. Ал біз видеомызды бастаймыз. Алдар Көсе 2011 жылы телевизорге шыққан болатын. Ол жылдары балдар бұл мультикті қызықтап көріп, өте керемет мультик болған. Енді мен сіздерге бір бөлімді айтып кетейін. Бір кедей адам өте бір керемет зат тауып алды судан. Соның қақпаны ашып еді. Оның алдына шайтан шығып, «Ей адамзат, сен менің қақпамды аштың, енді мен сені өлтіремін» дейді. Ал адам шошып кетіп, «Мен сені құтқардым ғой, неге мені өлтіресің?» дейді. Сол кезде мен бұл қақпақтың ішінде 1000 жыл отырғанмын. Енді бүгін осы мені біреу ашса, соны өлтіремін деп отқан кезде сен менің қақпамды ашып қалдың деп айтады. Ал адам болса, «Ей, әділет қайда, әділет қайда, мен сені босаттым ғой» дейді. «Қандай әділет?» деп шайтан айтады. Сол кезде адам болса, бір ағаштан әділеттік туралы сұрайықшы дейді. Ал шайтан болса, жарайды, содан сұрайық дейді. Содан кейін, «Ей ағаш, айтшы, бұл өмірде әділет бар ма?» дейді. Ал ағаш болса, «Жоқ, бұл өмірде әділет жоқ. Өйткені адамдар менің алмамды алады, көлеңкеме жатады. Ал егер құрғақ баратсам, балтамен мені шауып тастайды» дейді. «Міне осыны әділет дейсің бе?» «Жоқ, бұл өмірде әділет жоқ» дейді. Сол кезде шайтан күліп жіберіп, «Кел, сиырдан сұрайық» дейді. «Ей сиыр, айтшы, бұл өмірде әділет бар ма?» дейді. Ал сиыр болса, «Жоқ, бұл өмірде әділет жоқ. Өйткені адамдар мені сойып, сүттерімді алады. Осы ма әділет?» дейді. Ал шайтан тағы да күліп, енді адамды өлтірейін деп жатқан кезде адам болса, «Бір адамнан сұрайықшы» дейді. Сол кезде шайтан Алдар Көсені алып келеді. Сол кезде Алдар қатты шошып кетеді. Себебі оның алдында адам мен шайтан тұр еді. Сол кезде шайтан адамнан сұрайды. Сол кезде Алдар болса, қақпақты көріп, «Сен де мынаның ішінде отырсың ба?» деп күледі. Ал шайтан болса, «Міне мен отыра аламын» деп ішіне кіріп кетеді. Ал дәл сол кезде Алдар оның қақпағын жауып, суға қайтадан лақтырып жібереді. Ал енді бұның ащы шындығын айтып кететін болсақ, Алдар Көсе негізінде өзі шайтан. Себебі бұл адамның, кәдімгі кедей адамның көзіне шайтан емес, басқа адам болып көрінген. Ал Алдар оны шайтан қылып көрсетті. Және де бұл адам мәңгілікке қалып кеткен жоқ, өйткені Алдар оны дуалап алды. Енді оның көзіне адамдар шайтан болып көрінеді. Шындығына келетін болсақ, Алдар Көсенің тағы да бір түрі бар. Ол әне-міне. Әне-міне бұл адамды тағы да алдап кеткен осылай. Оған көп құмыра жасайсың деп айтқан. Ол ана адам болса қатты қуанып кетеді. Себебі Алдар Көсе оны дуалаған еді. Сондықтан да Алдар Көсенің түрі енді оған әне-міне болып көрінеді. Әне-міне болса, «Тез отындарды алып кел» деп оны жұмсай бастайды. Ал адам болса не істерін білмей тұрады. Сол кезде ол көптеген құмыраларды жасай бастайды. Ал бұған кедей қатты қуанып кетеді. Сөйтіп оны құмыраларын бәрін базарға апарып сатып тастайды. Ал оны көрген адамдар өздеріне алып ақшасын беріп, солай кедей қайттан үйіне келсе, әне-міне әлі айтып жатыр, «Тез отын алып кел» дейді. Сол кезде кедей не істерін білмей үйінде жағып жіберуді шешеді. Себебі осы құмыралар арқылы көп ақша аламын, сондықтан да қайттан қайтарып ала саламын деп айтады. Дәл сол кезде оның құмыралары өте әдемі болып шығады. Кейін соны базарға апарып сатпақшы болады. Осылайша үйін бәрін жағып тастап, құмыраларды алып базарға кетеді. Базарға келсе, адамдардың бәрі оған
наразы болып, қане құмыраның ақшасын қайтар дейді. Ал оны түсінбеген кедей қорқып кетіп бүкіл құмыраларын сындырып алады. Мен не істеймін енді, ақшам да жоқ, құмыраларым, үйім бәрі кетті. Тіпті ана адамның атын да танымаймын дейді. Осылайша кедей жерге отырып жылады. Ал соңында әне-міне өзінің атын айтады. Осымен достар, біздің видеомыз аяқталды. Егер де осындай формат сіздерге тағы да ұнаса, мен жалғасын түсіретін боламын. Сіздермен болған мен Нұрахмет KZ. Менің арнамды 10 мың тіркелушіге жеткізіп тастайық. Осы жылы желтоқсан айында 17 күні менің туған күнім болады. Сол кезінде тым болмаса 5 мың тіркелушіге жеткізіп тастайық. Сіздермен болған мен Нұрахмет KZ. Сау болыңыздар.